Мына дәрежеге байланысты есепті қалай шығарамыз? Бұл жерде біз сандарды қоса алмаймыз, сондықтан мына бірдей негізге келтіріп алуымыз керек. Мысалы 32, 16, 4, 2 дегеннің барлығы 2 негізге келеді. Демек мен 32-ні 2-нің 5-ші дәрежесі деп жаза аламын. Сыртында бізде 20-ші дәрежесі тұр. Қосамыз, ал мына 16 деген 2-нің 4-ші дәрежесі. Сыртында бізде 25 дәрежесі тұр. Дәл солай мына 4-ті де 2-нің 2-ші дәрежесі деп жазамын. Одан кейін 50-ші дәрежеміз тұр. Қосамыз, мынаны өзін жазамын, 2-нің 100-ші дәрежесі. Енді мынадай жақша болған кезде бізде дәрежелер көбейтіледі. Демек бізде 2-нің мына жерде 2-ін көбейтсек, бізде 100 болады. Қосамыз, мына 4 пен 25-ті көбейтсек те 100 болады, 2-нің 100-ші дәрежесі. Қосамыз, 2-нің мына жерде 50 мен 2-ні көбейтсек те 100 болады. Қосамыз, мына 2-нің 100-ші дәрежесі өзін жазамын. Міне, енді біз мына 2-нің 100-ші дәрежесі болды барлығы. Демек, бұларды біз қоса аламыз. Демек, мына жерде 4-еу тұр. Бұны жазатын болсам, 4 көбейтілген 2-нің 100-ші дәрежесі деп жазамын. Мына мысалы А деген бір әріп сияқты қарастыратын болсақ, барлығын қосатын болсақ, 4А шығады. Сол сияқты міне 4 көбейтілген 2-нің 100-ші дәрежесі. Енді 4-ті мен 2-нің 2-ші дәрежесі деп аламын. Ал мынау бізде 2-нің 100-ші дәрежесі тұра береді. Енді бізде көбейтілген кезде дәрежелер қосылады деген ережеміз бар. Сондықтан 2-нің 2-ге 100-ді қосатын болсақ, 102-ші дәрежесі деген жауабымыз шығады екен.